Hello everyone, how are you today? Today we speak about trip sites. And today we speak about grammar, be going to, plans and predictions, and a new word is connected with airports. Саламатсыздар ма құрметті қатысушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни trip site, саяхатқа шығу, я. Енді бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз to be going to. Біз алдыға бір план қойған кезде, я, намерениеміз болған кезде біз осы конструкцияны қолданамыз. Ол жатырмын, істейін деп жатырмын, оқиын деп жатырмын деп қазақша, яғни баламасы келеді. Енді жаңа сөздеріміз біздің аэропорт тақырыбына қатысты болады. Енді қараңыздар. Мына алдыларыңызда сіздердің сөздер тұр. Arrivals. Arrivals дегеніміз келу, я, прибыть. Backdrop ол багажды өткізу. Baggage reclaim ол багажды қабылдап алу. Check-in тіркеу. Customs кеден, таможня білесіздер. Departures яғни жөнелу. Отправление. Gates ол бізде ворота, бірақ та бұл аэропортқа қатысты болғандықтан көбінесе сектор немесе линия деп беріледі, аударған кезде, ал былай әрине бізде ворота деп аударылады. Lift. Passport control, яғни паспортты тексеру. Security check, қауіпсіздікті тексеру. Terminal, ол терминал, және trolley, ол біздің арбамыз, я. Енді мінеки сіздер көріп тұрғандай, мына жерде сөздерімізбен суреттерімізді біріктіруіміз керек. Мен кішкене экранды үлкейтейін сіздерге, түсінікті болу үшін, жақсы көру үшін. Мен сіздерге 2 минут уақыт берейін. 2 минут уақыттың ішінде сіздер мына суретпен сөздерді сәйкестендіріп көріңіздер. Одан кейін біз тексереміз бірге. Ал құрметті қатысушылар, енді бірге тексеріп жіберейік. Мен қаламды алайын. Бірінші arrivals, ол бізде мінекей біздің самолетіміздің келіп жатқаны 3, 3. Керісінше багажды өткізу. Біздің стрелкамыз төмен қарап тұр, яғни біз багажымызды өткіземіз деген сөз, 7. Келесі багажымызды алу. Стрелкамыз жоғары қарап отыр, багажымызды алып отырмыз. Одан кейін бізде тіркеу, мінекей 9, тіркеп жатыр. Одан кейін бізде таможня, мұны қасында екен 8. Departures, мінекей самолетіміз ұшып жатыр. Gates, ол бізде біздің жаңағы секторымыз, яғни 11. Lifts, мінекей біздің стрелкамыз жоғары және төмен, лифт төмен жоғары жүретін болғандықтан. Келесі passport control, мінекей документі, паспортты ұстап тұр, яғни тексеріп жатыр. Security check. Кеттік, бұл бізде 12. Біз қауіпсіздікті тексеріп жатыр, мінекей. Terminal, ол бізде 4. И ең соңғысы біздің арбамыз, trolley, ол бізде 6. Егер де осы тапсырманы дұрыс орындаған болсаңыздар, онда
өте жақсы, иә, яғни сіздер бұл сөздердің мағынасын толық түсіндіңіздер деген сөз. Яғни енді біз бүгінгі грамматикалық тақырыбымызға көшейік. Мына демонстрацияны тоқтатып өзіміздің тақтамызға барайық. Міне. Енді қараңыздар, бүгін біздің сабағымызда to be going to деген конструкцияны өтейін деп жатырмыз. To be going to дегеніміз не ол? Біз бұны енді қазақша тіліне аударған кезде мен жаңа айтып кеттім, иә, істейін деп жатырмын. Бір нәрсені істейін деп жатырмын. Бір алдымызға план қойғанда, болашақта, келешекте біз соны істейміз, иә, бір күн болсын, екі күн болсын, бір жыл болсын арасында. Біз істейміз деп пландап қойдық, оған бір қандай да бір әрекеттер жасадық, қадамдар жасаған кезде, біз осы to be going to дегенді көбінесе қолданамыз. Енді әрине қазақша баламасы қатты келмейді, иә, жатырмын деген лежу емес. Бұл жерде собираюсь. Так. Собираюсь что-то делать, я собираюсь. Енді қараңыздар, сіздер білесіздер, to be етістігінің, яғни осы шақта және өткен шақтағы формасы бар екен, білесіздер, жақсы білесіздер, иә? Осы шақта бұл бізде үш форма береді. Am, is және are. Ал өткен шақта бізге береді was және were. Бітті. Енді қараңыздар. Біз, яғни to be going деген собираюсь, немесе собирался деген екі осы шақта және өткен шақта қолдана алады екенбіз. Енді бірінші мен айтайын, бірінші сөйлемде біз am'ді қай кезде қолданамыз? Ол кезде біз мен дегенді қолданған кезде қолданамыз. Айды қолданғандықтан мына to be етістігі am going to visit my parents дейікші. My parents next week. Келесі аптада мен өзімнің ата-анамды, яғни барып көрейін деп жатырмын, иә? Ата-анама барайын деп жатырмын. Я собираюсь посетить моих родителей на следующей неделе. Негізі орысша өте жақсы келеді. Кешіріңіздер, нақты не қалып кетіпті, иә? Мінекей. Енді біз үшінші жақта he, she, itті қолданған кезде is going to қолданамыз. Is going to, мысалы, help me дейікші. Help me with my work. With my work. Бұл не деген сөз? Яғни ол бала, немесе ол қыз, ол зат маған менің жұмысыммен көмектесейін деп жатыр, иә? He is going to болса, он собирается помочь мне. She is going to болса, ол қыз маған көмектесейін деп жатыр, иә? Осылай біз өзіміздің, яғни істейін деп жатқан пландарымызды көбінесе қолданамыз. Енді біз they, we және you деген кезде are-ды қолданамыз, иә? Are going to buy the car. Мінекей. Ал мына жерде біз, сіздер, біз және олар are going to buy the car. Яғни осы машинаны сатып алайын деп жатыр дедік. Енді қараңыздар. Бұл бізде осы шақтың конструкциясы. Осы шақта мінекей мен сіздерге, сіздер білетін to be етістігінің қолданысын айттық. Енді бізде өткен шақта бар. Өткен шақта was дегенді біз жекеше түрде I was, немесе he was, she was, it was бен қолданамыз. Ал were дегеніміз you were, we were, and they were going. Енді мен екі мысал келтіріп кетейін, иә? Like I, she, he, it. It was going to be here. Олар осында жаңағы болу керек еді. Они собирались сюда прийти. Яғни осында келу керек еді. Қазақша кішкене қиындау болып тұр, но сіздер енді түсініңіздер, они собирались сюда прийти. Енді біз көпше түрде we, they, немесе you were going to travel. Енді они собирались путешествовать, но у них это не получилось. But they couldn't. Мінекей. Но у них не получилось.
біз мұны өткен шақта, яғни осындай конструкцияны сіздерге беріп отырмыз. Енді бұл конструкцияны біз қай кезде қолданамыз? Бұл конструкцияны біз көбінесе бір нәрсені істегіміз келген кезде, біздің бір нәрсені істегіміз намерениеміз болған кезде. Біз бір іс-әрекетті бір пландап, жоспарлап, сол іс-әрекетімізді іске асыру үшін қандай да бір қадамдар жасаған кезде, яғни біз осы конструкцияны қолданамыз. Түсінікті. Енді қараңыздар, бұл бізде болымды сөйлем, сонымен қатар болымсыз сөйлем бар. Болымсыз сөйлемі ол бізде not частицасының қосылу арқылы жасалынады. Бұл бізде болымды сөйлем, енді болымсыз сөйлем. Мысалы, I'm going дедік, біз айтайықшы. I am not. I'm not going to do this деп қойықшы. I'm not going to do this. Бұл жерде мен бұны істейін деп жатқан жоқпын, бағана бізде жатыр еді, а здесь теперь я не собираюсь что-то делать. Сол сияқты they are not going to play tennis дейікші, олар теннис ойнайын деп жатқан жоқ, не собирается играть теннис. Енді келесі шақта да солай, біз was word'ден кейін not'ты қолданамыз. Қазір мен бір мысалын келтіре салайын, мына жерде жекеше түрде болса, мына жерде так, we were not going to meet my friends. We were not going to meet my friends. Мына жерде біз, яғни достарымызбен кездесейін деп жатқан жоқпыз, кездесейін деп жатқан жоқпыз. Яғни болымды түрінде біз not дегенді қосымша етістіктермен қолданамыз. Осы жері сіздерге түсінікті болса, онда мен сіздерге енді қазақша кішкене қиын болып тұрғандықтан, кішкене сіздердің құлақтарыңызды үйрету мақсатында давайте ағылшынша айтып көрейік. Today we speak about construction to be going to. This structure, be going to, is mainly used to talk about plans, intentions, or to make predictions, on present and past evidences. And it's most commonly used in conversational English. Көбінесе бұл екі сөйлеу кезінде ғана көбінесе қолданады. And in very informal spoken English, going to is sometimes shortened to gonna. Яғни біздің to be going to'мыз көбінесе gonna деп, екі сөйлеу тілінде gonna деп айтылып кете береді. Енді plans and intentions, бір нәрсені істейін деп жатқанда, планировать етіп жатқан кезде, predictions біздің намерениямыз болған кезде біз қолданамыз дедік. Мінекей, яғни жалпы алған кезде бұл біздің собираюсь деген орыс тіліндегі біздің баламамыз, біз осыны осылай айтамыз. Егер осы грамматиканы мен қазір сақтап қояйын, және де өзіміздің платформамызға көшсек, платформамыздағы бірінші тапсырманы орындасақ. Вот енді қараңыздар, біз тема 5 trip aside деген таңдаймыз. Бұл жерде алты тапсырма бар, соның біріншісі listening'қа келеміз. Listening'ті ашасыздар. Ал listening'ті ашып болды дегеніміз, мінекей, бірінші 3-4 аудионы тыңдайсыздар. Осы аудионы тыңдап болғаннан кейін, мына жерде true немесе false деген жауап бересіздер. Дұрыс, не, дұрыс емес, келесі мына платформада осы жерінде true, false деп жаза берсеңіздер, мысалы, немесе true, false, немесе айтылған жоқ болса, осы деп жазасыздар, және осыны жазып болғаннан кейін келесі тапсырмаға көшесіздер. Келесі тапсырмада, яғни бүгінгі сабағымыз бойынша біз to be going to дегенді мына жерде етістігімен қойып шығуымыз керек. Мысалы, мына әңгімеде I am going to дейді, ары қарай бір сөз айтады, етістікті. Сіздер сол етістікті естіп, ары қарай жазуларыңыз керек. Қандай сөз жоқ мұнда, сол сөзді естіп жазасыздар. Осыны жазып болғаннан кейін бізде үшіншісі квиз. Яғни видео квиз дегеніміз бұл тест. Мынау, яғни қатты ойландыратын видео, осы видеоны жақсылап қараңыздар. Әр іс қимылына мұқият болыңыздар. Себебі мінекей мына сұрақтар
сіздердің каждый видеоның іс-әрекетіне қойылған. Мысалы, біріншіде, the man will get up, немесе is going to get up, иә? Біз айттық, will дегенімізді жалпы біз істегіміз, бір нәрсені істегіміз, айтқымыз келген кезде әңгіме барысында шығара саламыз. Ал is going to дегеніміз бір нақты бір іс-әрекетті істейінде, бұған план қойып, соған бір-екі шаг жасап, яғни әрекет еткен кезде is going to қолданамыз дедік. Сол себептен енді қараңыздаршы, я собираюсь просыпаться дегеніміз, яғни онда мен бүгін түнде өзіме жазып қоюым керек, ертең осындай уақытта тұрамын деп, яғни is going to қолданатын болсақ. Ал егер менің ұйқыдан тұрып жатқанымды сразу түсіретін болса, онда мен уже ұйқыдан тұрайын деп жатырмын, иә? Просыпаюсь деген сияқты. Сол себепті каждый іс-әрекетіне осы кісілердің, мына видеодағы мұқият болыңыздар. Бұл біздің қазір әлемдегі жаулап алған интернетті робот ретінде келтіріп отыр. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін бұның астында отправить на проверку деген шығады. Соны жасап өткізесіздер. Ал келесі. Сөйтіп біз екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмамыз reading. Мына readingті ашамыз. Мына жерде мінекей бізде текст берілген. Бұл тексті орындармен ауыстырылған. Осы тексті біз біріншісін тауып қою керекпіз. Әрине сіздерге оңай, неге? Себебі мына жерде 1 деген цифра тұр. Яғни осы 1 деген цифраны сіздер көтеріп, мына жерге қойдыңыз, 1. Енді мына жерден 2-ні табасыз, 2-ні осында қоясыз, екіншісінің орнына. Өйстіп барлық тексті жинап болғаннан кейін, мына астында ол тексттерге байланысты, яғни арасында жоғалған сөз бар. Қалдырып кеткен. Сол сөз, мысалы, бірінші сөз қайсысына келеді, соны біз біріншісіне апарып қою керекпіз. Мынау 1-ге келсе, яғни 1-ге қоямыз. Мынау 3-ге келсе, то есть 4-ге келсе, 4-ге қоясыздар. Яғни осы арқылы сіздер осы текстті жинайсыздар. Текстті жинап болғаннан кейін оқисыздар, аударасыздар. Жақсы ма? Осыны аударып болғаннан кейін келесі текстқа көшеміз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмамыз біздің мінекей writing. Яғни writing'да біз жазу, біз бүгін өттік to be going to дедік, және will. Will бізде ол future simple, келер шақ, жай келер шағымыз. Келер шақпен, яғни собирайсың екеуінің айырмашылығын білесіздер. Біз ағылшын тілінде айттық. Егер willді қолданатын болсақ, бұл келер шақта қолданатын нәрселеріміз бізде үшеу, біреуі will, біреуі to be going to, және оның біреуі present continuous in the future дедік. Енді сол үшеуін қолданатын болсақ, оның ең слабыйы will. Яғни болса, болады мекен, болмайды мекен, бірақ сол әңгіме барысында, мысалы, мен соны істегім келіп кетті, мен сол затты айтамын. Ешқандай план жоқ, ештеңе жоқ, әңгіме барысында шығып кетті. Мен сондай нәрсе боламын болашақта, бірақ боламын ба, болмаймын ба білмеймін. Ал егер де біз болашақта бір іс-әрекетті істегіміз келіп тұр, оған план құрып қойдық, оған қандай да бір әрекет істеп қойғанда біз to be going to-ді қолданамыз. Сол себептен мына жерде мұқият оқисыздар, мінекей бірінші және екінші. Қай жерде will, қай жерде is going to. Мүмкін екеуінде де will болды, мүмкін керісінше. Яғни осы бір вариантты таңдайсыздар өздеріңіз, сөйтіп оның бәрін істеп болғаннан кейін астында тест пройден немесе тест не пройден деп шығады. Сіздерде бір қате болса да тест не пройден деп проценттің шығып тұрады. Сол себептен мұқият қараңыздар, ойланыңыздар. Сіздердің 5 рет осы тапсырманы жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Осы тапсырманы жасап болғаннан кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Writing-тен кейін. Writing grammar. Яғни grammar деген сол бүгінгі біздің өткен сабағымызға байланысты, Мына, now it rain деп. Енді біз оны it is going to rain деп, яғни now to be going-ті қолдануымыз керек келер шақта. Яғни осы жерге сөздерді қойып, оны өздеріңіз үшін аударып, болғаннан кейін екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада бізде, яғни мұқият қарасаңыздар, етістіктер жақшаның ішінде берілген. Осы жақшаның ішіндегі берілген етістіктерді біз will-мен немесе to be going-пен қолдануымыз керек. Соны дұрыс қолданып болғаннан кейін, осында жаза бересіздер платформаларыңызға. Осыны істеп болғаннан кейін, ең астында отправить на проверку деп шығады. Соны өткізесіздер. Енді келесіне көшеміз. Келесі бізде speaking. Оны speaking дегеніміз, осы жерде мына сурет шығып тұр, Сіздер мына суретке мұқият қарайсыздар. Осы суреттің сіздерге
қайсы ұнайды, соның біреуін таңдайсыздар, бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. Және осы суретте не айтып жатыр, не болып жатқан сипаттайсыздар, оның астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. What can you see in the picture? Describe, please. Do you like or dislike this picture? Why? Why do you choose this picture? Name the picture. Is this picture from real life? Is this picture positive or negative? Деген сияқты сұрақтарға жауап бересіздер. Оған жауап беру үшін міндетті түрде мына микрофонды басасыздар, иә? Микрофонды басып, бір-бірден жауап берсеңіздер болады. Немесе сіздер WhatsApp-қа, диктофонға жазып осыны, иә? Бір файлмен выбрать файлды осында салып, бір ғана файлмен жіберсеңіздер болады. Яғни осыны жасап болғаннан кейін біз келесі үй тапсырмасы деген ең соңғы тапсырмамызға көшеміз, иә? Енді үй тапсырмасында қараңыз, planning, яғни планирование. Планирование болғандықтан to be going to біз қолдануымыз керек. Енді қараңыздар, мына жерге to be going to continue raining деп, яғни ары жазып кетесіздер, to be going to жазып шығасыздар. Жазып шыққаннан кейін тексті оқисыздар, аударасыздар, және ең соңында мына сұрақтарға жауап бересіздер. Міне, осы сұрақтарға жауап бересіздер, астына 1A, 2B деп жазып болғаннан кейін үшінші грамматикаға көшеміз. Бұл үшінші грамматика дегеніміз, мінекей сіздер жақшаның ішінде берілген сөзді going to, яғни немесе will екеуіне қоюларыңыз керек. Қай жерде, мысалы, келесі сәрсенбіде, яғни ол барады, бізде уақыт беріліп отыр. Филипп, болғандықтан бұл үшінші жақта is going to be 15 next Wednesday. Яғни осылай will немесе to be going to-ды қойып, аударып, яғни астына, ең астына, мінекей, сіздер мына сұраққа жауап бересіздер. Write about where you would like to fly. Going to fly-ды қолданып, сіздер қайда ұшқыларыңыз келеді, сол туралы жерге жазуларыңыз керек. Келесі. Мына үшіншіде біз аудиоларды тыңдайсыз. Бірінші диалог, екінші диалог және үшінші диалог. Осы диалогты тыңдап отырып, мына жерге сөздерді қойып шығасыздар, мына пропущенный сөздерімізді қойып шығасыздар. Бірінші, екінші, мына үшінші беріліп. Және бұл үй тапсырмасының спикингі, сөйлеуі. Сіздер мына жердегі аэропортта не болып жатыр? Осы суретті сипаттайсыздар. Сипаттаған кезде қаншама адам бар, немесе бұлар қай жерде, 5-6 сөйлеммен әдемілеп сипаттасаңыздар болады. Міне ол жерге де микрофонды таңдайсыздар, микрофонды таңдап болғаннан кейін мұқият өткізесіздер, немесе WhatsApp-пен, диктофонмен жазып, выбрать файл деп бір документпен өткізсеңіздер болады. Ал құрметті қатысушылар, сіздерге сәттілік, сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер сіздің платформа бойынша, сабақ бойынша сұрақтарымыз болатын болса, онда бізге күнделікті сабақтарымызға кіріңіздер, сабақтан басталмас бұрын біз сіздерге Zoom-нан ссылка жібереміз. Егер енді ол жаққа кіре алмай жатқан кезде осы видеоларды қарап, яғни керек жерін түртіп алыңыздар, және де көптеген сұрақтарды сол чат арқылы сұрасаңыздар болады. Ал үй тапсырмасын орындауға сіздерге сәттілік.